Баяғыда бір отбасында Мария деген сұлу қыз дүниеге келген. Анасы оны өте жақсы көретін, ән айтатын, әшекейлерді сыйға беретін. Бір қараңғы түнде зұлым сиқыршы Дев үйге кіріп, сол баланы ұрлап, орнына кішкентай құрт қалдырды. Сол құрт сосын ұсқынсыз нәрестеге айналды. Таңертең ата-анасы шіркін сәбиді көріп таң қалды. Ренжіді, бірақ бұл Мария деп шешті. Өйткені оның мойында анасының моншақтары ілулі боп тұрды. Нәресте өскен сайын өте қорқынышты боп қалды. Мінезі өте жаман болыпты. Үйде төсекте жатқанда аяқтарын тепкілеп жататын, ылғи айғайлайтын. Кішкене есейген кезде ол көршінің балаларын ренжіте бастады. Ең көп тиісетін баланы Кай деп атайтын. Біраз уақыт өтті. Кай есейіп, анасының көмекшісі боп сымбатты жігіт болды. Бір күні ол ағашқа орманға барды. Түстің кезінде ол демалайын деп ағаштың діңіне отырды. Сөмкесінен ақырғы кесек нанын шығарып жейін дегенде, оның қасына бір тышқан жүгіріп келіп, оның жегісі келетінін ыммен көрсетті. Кай тышқанға ақырғы кесек нанын аямай берді. Содан кейін Кай орманды аралап, ұзақ жүріп, адасып қалды. Кенет ол саятшылықты көрді. Оның ішіне кіріп, ұйықтап қалды. Ал оянған кезде көзін ашқанда Кай өз алдында өте сұлу қызды көрді. Кай оған дос болайық деп айтты. Ал сұлу қыз оған жылап бола алмаймын деп жауап берді. Және өз аяғын көрсетті. Бір аяғы құстың аяғы екен, ал екіншісі адамның екен. Содан кейін сұлу қыз Кайге өз өмір баянын жеткізіп берді. Және оның аты Мария деп екенін айтты. Негізінде балалық шағында басқа балалар сияқты оны зұлым сиқыршы Дев ұрлап кетті. Өз үңгіріне сүйреп әкетті. Сол жерде ол өзінің қорқынышты сусынын қайнатады да ұрланған балалардың үстіне құйып жібереді. Ал содан кейін сиқырлы таяқпен жерге соғып, бейшара балаларды құсқа айналдырады екен. Зұлым сиқыршы Дев бүкіл адамды жойып, барлық отбасылардың қожайыны болу үшін осыны істейді екен. Бірақ біздің Марияға абайсызда еріткіштің бірнеше ғана тамшысы ғана тиді. Сол үшін оның тек қана бір аяғы ғана құстың аяғындай болып қалды. Мария зұлым сиқыршы Дев артқа бұрылғанда қашып кетті. Содан бері ол орманда осы саятшылықта жалғыз тұрады. Ауылыма барайық, деді Кай. Сен адамдардың арасында өмір сүресің. Мария келісіп, Каймен бірге ауылына кетті. Бірақ олар ауылға келгенде олай болмады. Өйткені ұсқынсыз қыз оларды бірге көріп айғай көтерді. Құс аяғы бар қызды біздің ауылдан қуып жіберіңдер.
әйтпесе ол бізге қиындық әкеледі, деді ұсқынсыз қыз. Елі ұсқынсыз қызды тыңдап, Кай мен Марияны ауылдан қуып жіберді. Енді Кай мен Мария не істерін білмей қалды. Бірақ кенеттен жоқ жерден тышқан пайда болды және адам дауысымен сөйледі. Мен Зұлым Дефтің қайда тұратынын білемін. Мен сендерге жол көрсетемін. Сендер сонда барып Марияны адам қылып істей аласыңдар. Бірақ бұл оңай болмайды, қиын болады, деді тышқан. Кай мен Мария тышқанмен келісіп соңынан ерді. Сөйтіп, олар қара құраған ағаштарға толы үңгірге кірді. Кай мен Мария екеуі қалай ағаштан өтетінін білмей тұрып қалды. Со кезде ағаштан қалай өтетінін тышқан көрсетті. Олар батылдықпен алға ұмтылып, ағаштардың арасынан өтті. Келесі үңгірде олардың үстіне мұзды су ағындары құлады. Бірақ оларға тышқан тағы да көмектесті. Кішкентай тышқан барлық суды ішіп қойды. Үшінші үңгірде жан түршігерлік өрт болды. Ол жолындағы барлық тіршілікті жою қаупін тудырды. Бірақ тышқанның ішкен суы пайда болды. Тышқан оны оттың үстіне түкіріп тастады. Жанып тұрған от сөнді. Содан кейін олар Дефтің өзі тұратын терең үңгірге тап болды. Олар үңгірге кірді. Бұл кезде Деф ұйықтап жатты. Кай мен Мария ұйықтап жатқанда сиқырлы таяқты ұрлауды шешті. Бірақ кенет Деф оянып, шақырусыз қонақтарды қуа бастады. Жоғары көтерілген Марияны қуып, ол кездейсоқ сүрініп кетіп, сиқырлы сусыны бар қазанға құлап кетті. Кай сол сәтте сиқырлы таяқты алып, жерді ұрды. Біздің Дефіміз құсқа айналып ұшып кетті. Кай мен Мария торды ашып, сиқырлы таяқпен жерді соғып, барлық құстарды балаларға айналдырып жіберді. Ал Марияның аяғы адамның аяғындай болып қалды. Біздің екеуі ауылдағы барлық балаларды отбасыларына қайтарды. Содан кейін Кай Марияны ата-анасына әкеліп сөз сөйледі. Бұл сіздің қызыңыз Мария. Бірақ оның ата-анасы ештеңені түсінбей, көзі бақырайып, үндемей тұрды. Кенет олардың жанына ұсқынсыз қыз келіп айқайлады. Мен сендердің нағыз қыздарыңмын. Уау, не ойлап таптыңдар? Қолдарыңды ата-анамнан тартыңдар, деді ұсқынсыз қыз. Кай оны сиқырлы таяқпен қолынан тигізіп, оны құртқа айналдырды. Сонда ғана ата-анасы олардың алдында өз қызы Мария тұрғанын түсінді. Оны құшақтап үйге кіргізді. Содан кейін әрине той болды, бірақ ол тіпті басқа әңгіме.